Құрметті достар, адамзат пенде, сондықтан әр адамның бойына біткен сағыныш деген бір қасиетті сезім болады. Сол сағыныштың құдірет күші адамдарды сондай бір-біріне тартып ынталандырып, тамырларынан айырмайды. Өздеріңіз білесіздер, сағыныштың бірнеше түрі бар. Ол ата-анаға деген сағыныш, туған туысқандарға, бауырларға деген сағыныш, және туып өскен еліне, жеріне деген сағыныш тағы да бар. Достар, мынау келесі тыңдайтын әндеріңізде сол осы: туған елім, кіндік кескен жерім, алтын бесік мекенім, баян ауылыма арнап жазған, сағындырған ауылым атты әнімді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Және осы әнімменен өзімнің ауылдастарыма, достарыма арнап жазған әндерімді бастағым келіп отыр. Ендеше қабыл алыңыз. Сағындырған ауылымды қашан көрем тағы да, бірге өскен бауырымды демеу берген жаныма. Кінде кескен туған жерден алақанын анаманың, туған елім қабыл алышым, сағынышын балаңның, туған елім қабыл алышым, сағынышын балаңның. Көз алдымда бала кезім, таң шуақтай ақ таңым, естен кетпес бақытты кез сол балалық шақтарым. Қашан барып ауылыма аунап-қунап жатамын, кездестіріп достарымды қуанамын шаттанып, кездестіріп достарымды қуанамын шаттанып. Сағындырған туған өлкем, менің алтын бесігім, білім беріп аштың маған кең өмірдің есігін. Жүрсем дағы мен алыстан, өмір жолын қуалап, сен есіме түскен кезеде жас балаша қуанам. Сен есіме түскен кезеде жас балаша қуанам. Сен есіме түскен кезеде жас балаша қуанам. Сағындырған ауылымды қашан көрем тағы да. Достарым, бір күні туған елге деген сағыныш сезімі бойларыңызды баурап алса, жүректеріңізді қатты қысатын болса, сағыныштан сарғайып үйде жата бермеңіздер. Тым болмаса, құдай берген телефон арқылы хабарласып, елдің жағыдайын жиі-жиі біліп тұрыңыз. Еліміз бүтін, халқымыз аман болуға Алла тағала жаза көрсін. Келесі кездескенше, ағайын, хош, сау болыңыздар.